17 наурызға арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, шаруаларыңыздың кейбірін кейінге қалдыруға мәжбүр боласыз. Себебі бүгінгі күні шаруаларыңыз сіз ойлағаннан да көп болады. Уақыт жетпей жатады. Дегенмен де барлығын дұрыс жоспарлап, уақытты үнемдей білсеңіз, бастаған ісіңізді аяқтап, абыроймен шығасыз. Алдыңыздан сәтті мүмкіндіктер де шығуы мүмкін. Оны жіберіп алмас үшін мұқият әрі пысық болғайсыз. Ал айналаңыздағылар сізді қолдай бермейді. Сол себепті де бүгінгі күні барлық жерде өзіңізге тірек демеу боласыз. Торпақ. Бір түрлі ерекше сезімде боласыз. Себебі бүгінгі күні сіз күтпеген, сондай-ақ мүлдем өзгеше нәрселер орын алады. Бұл тосын сый түрінде немесе қандай да бір жаңалық сипатында орын алады. Сіз қобалжып, жаңағынға қосыла алмаймын деп ойлауыңыз мүмкін. Дегенмен де еш қобалжымаңыз. Алдағы күндері осы өзгерістер мен жаңалықтардың оң жақтары көп екенін байқайтын боласыз. Егіздер. Барлық жерде қаржылық есеп жүргізіп, өзіңіздің материалдық мүмкіндіктеріңізді дұрыс әрі нақты бағалай біліңіз. Бұл күні кейбір егіздердің достарынан немесе сүйіктісінен де көңіл қалуы мүмкін. Мұндай жағдай орын алған сәтте жағдайларды ушықтырмауға тырысып, уақытша болса да жалғыз қалуға тырысыңыз. Шаян. Мүмкін емес нәрсені қалайсыз. Бұл текке уақытыңыз бен қолдағы ресурстарды ысырап етеді. Қазіргі таңда сізге бар күшіңізді реалды шаруаларға аударып, табысты жұмыс жасау қажет. Ал жеке өміріңіздегі жағдайлар сіз ойлағандай күрделі емес. Жақындарыңызға тосын сый жасап, көңіл күйлерін көтеруге тырысыңыз. Арыстан. Өзіңізді жаңа бағытта байқап көруден қорықпай, болашаққа жаңа жоспар құрып, жаңа өзгерістерді, жаңалықтарды да қабылдай біліңіз. Толқынмен бірге жүзудің арқасында сіз өз шеберлігіңізді ғана көрсетіп қоймай, бәсекеге қабілетті қызметкер екендігіңізді көрсетесіз. Жеке өміріңізге келсек, жеке бастың мәселелерін, жеке бастың құпияларын сыртқа шығармаған жөн. Бикеш. Жұлдыздардың рухани қолдауы басым болғалы тұр. Бұл дегеніміз өзгелермен жылы сөйлесіп, жаңа достық немесе романтикалық қарым-қатынас құра аласыз деген сөз. Жабығарал секілді өзіңізді шектемеңіз. Жаңа бағытта өзін сынап жатқан бикештердің үйренісуге қатысты мәселелері туындауы мүмкін. Бұл уақытша ғана құбылыс. Алдағы уақытта сізді жаңа жетістіктер күтуде. Осыны ұмытпағайсыз. Таразы. Ақшаға қатысты өзгеріс болуы мүмкін. Дәлірек айтсақ, жалақы көлемінің өзгеруі немесе салық, тағы да басқа төлемдердің өзгеруі байқалады. Жеке әрекет ету тактикаңызды өзгертіп, жағдайлардан оңаймен әрекет етіп көріңіз. Көп нәрсе оңай шешілетін болады. Жеке өміріңізде кризис болып жатса, бірінші қадам жасаудан қысылмаңыз. Сізді бүкіл әлемнің телеарналары соңыңыздан аңдып жүрген жоқ. Жеке өміріңіз тек қана сіздің назарыңызда. Саршаян. Сәттілікке сезімтал саршаяндар тез қол жеткізе алады. Өзгелердің ойында не бар екенін, олардың нені қалап тұрғанын, сондай-ақ олардың әрекеттері мен шешімдерін ертерек, екі қадам ерте жобалай білудің арқасында жақсы нәтижені бағындыра аласыз. Алайда тек қара басыңыздың қамын ойлап, қорытындыны ақшамен байланыстырмаңыз. Мұны өзгелер байқаса немесе жария болса, сіз туралы жаман ойлар қалыптасуы мүмкін. Мерген. Тұрмыстық шаруалармен қатар жұмыстағы мәселелерді шешіп, бірнеше шаруаны бір сәтте атқаруға мәжбүр боласыз. Егер қандай да бір күмәніңіз немесе бойыңызда сенімсіздік болса, көмекшілер алғаныңыз абзал. Кей жерлерде тек жұмыста ғана емес, жеке өміріңізде де сізді әуреге салатын жағдайлар орын алуы мүмкін. Сондықтан да ұстамды болып, төзімділік танытыңыз. Тауышқа. Көңіл күйіңіз жақсы әрі өзіңізге сенімдісіз. Тек мұқият болған жөн. Кейбір достарыңыз немесе әріптестеріңіз өз бас пайдасын ойлап, сізді қолжаулық қылуға тырысуы мүмкін. Көзіңізді ашып қарасаңыз, жағдайлардың мәнін тез ұғасыз. Араларыңызда қанша жерден сыйластық болғанымен, өзіңізді өзгелердің пайдаланып кетуіне жол бермеген жөн. Сондай-ақ қарызға ақша беруге кеңес бермейміз. Берген ақшаңызды биыл тіпті мүлдем қайтара алмауыңыз мүмкін.
жақсы оқу қош. Қайсты қолға алсаңыз да оның негізіне көп мән беріңіз. Жоспарларыңызды жасау барысында да оның негізі мықты болу керек. Барлығын жылдам жасағыңыз келеді, алайда асығыстыққа салыну сізге жақсылық әкелмейтінін ұмытпағайсыз. Жеке өміріңізге келсек, жақындарыңызға көп нәрсені уәде етпеңіз. Барлық уәде сіздің мүмкіндіктеріңіздің шеңберінде ғана болғаны дұрыс. Балықтар, бүгінгі таңда сіз үшін өзгелердің не ойлайтыны маңызды емес. Барлық жерде өз пікіріңіз бен өз көзқарастарыңыздың шеңберінде әрекет етесіз. Мұның жақсы тұстары өте көп. Себебі сіз өзгелердің пікірімен шектеліп қалмай, жеке тәжірибеңіз бен ақылыңызға сүйене отырып, біраз шаруаларды атқарып, жақсы нәтиже шығарасыз. Шаруаларыңыз біткеннен кейін бой жазып, достарыңызбен көңіл көтеруге болады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.